Қайырлы күн баршаңызға. Мен бүгін сіздермен ағзамызға өте пайдалы әрі дәмді горох сорпасының рецептісімен бөліскелі отырмын. Ең әуелі қазанымызды қыздырып, аз ғана майымызды құямыз. Содан кейін етімізді салып қуырамыз. Осы кезде горохымызды жақсылап жуып, суға бұқтырып қоятын боламыз. Жарты сағатқа, 1 сағатқа болса да тұра берсін. Суда сонда тез пісетін болады горохымыз. Міне, одан кейін майдалап туралған пиязымызды саламыз. Жақсылап сарғайғанша қуырып алатын боламыз. Содан кейін мен сәбізді осылайша турап алдым. Үккіштен өткізіп қоссаңыздар да болады. Содан кейін тәтті болгар бұрышын қостым. Одан кейін картошкамызды қосып, жақсылап қуырып аламыз. Содан кейін томатымызды салдым. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай түсі өте әдемі болып жатыр. Содан кейін қайнап тұрған суды осылайша құйып алдым. Міне, сорпамыз қайнап шықты. Осы кезде алдын ала бұқтырылған, суда бұқтырылған горохымызды салатын боламыз. 1 сағат, 1,5 сағат қайнау керек орташа отта. Міне, бетінде көбіктер пайда болды. Бұл көбіктің барлығын алып тастауымыз керек. Содан кейін тұзды шамасына қарай көресіздер. Менде бұл жерде тұздалған ет болды, сондықтан аз ғана мөлшерде тұз салдым. Бұл сорпаны сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді сорпа дайын болады. Менің балаларым өте сүйсініп жейтін тамақтарының бірі. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай өте дәмді, пайдалы сорпамыз дайын болды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет айтамын. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ас болсын,